Бізден сәлем айтабар ұмытмай, жастық шақта қалқатай ойнада күл айхой. Өтіп кетер бұл дәурен асқағымда жүріп шықтым бересе, береш жақын емес пе, осы тұрған отырыс бір ғанибет емес пе. Асабайлық не керек, дем саулықса болғаны. Өзіміз отырып шай ішейік деген тема. Бәкең де келді. Мына жақта еще менің қайным Таиландқа барып келіпті деп бізге мангустин беріп жүрді, папа. Баяғыда өзіміз жейтін ғой. Иә, Қытайда көп жейтінбіз, күндегінде жейтінбіз. Сен қайда кетейін деп жатсың? Жұмыс қой біздерде. Жанеркен ертең Алла қаласа мега. Сулифа. Подожди, а с кем? Бақпа, бұлайда өз қарын бар, бір мен таза бойым өспей қалған дейді, флякпен су тасып. Құдай сақтай көрген. Маған қарам, неге жол сақатты ғой? Иә. Машина вообще көрінбей қалды байқұс. Жоқ, Мақпал, мына тазалама. Анда болатқа бер. Жоқ, мынаны тазалаңдар, ма. Ben katı тазалаш болсын, Ма, тазалаш ма? Сұрасың ба шынында? Жыртасың. Екі жігіттерден өледе, Алла бізге похрен. Бұлар деген ананы тазалай. Біз никогда қара жұмыстан ұялмаймыз. Қара жұмыс істеп өскенбіз. Ақсақсап қыздар емес біз. Айде. Мынау қара жұмысты жатпайды ақмарал. Бұл белый жұмыс. Как сам снег деп па? Бұл деген жұмыс па бұл? Жұмыстың көкесі істедік қой кезінде. Иә, 3 жасымыздан, 4 жасымыздан де. Мақпал тұрып алып, ана даже постельдерді қолмен жуатынбыз. Иә? Ана тазикке суды етіп аламыз да. Бүкіл ауылда мұғалімдерім білет менің. Поляға баратын жынды. Қандай жынды картошка теретіміз де поляға бар. Картошка сәбісі. Сен айтпа, сен терген жоқсың. А, бітер. Ай, тақпас жәбек екеуің. Бұл сәбісі қойшы өтіндер ғой, қойшы. Қойш, Мақпал, оны енді